Может, мы так сделаем, Юрий Николаевич? А? Общий вид заснимем, потом прям туда пойдем. Да, Я буду это самое задавать вопросы Ага. и выяснять установочные данные. Хорошо, договорились. Дайте уши мне. Да. Уши мне дайте, а у вас микрофон. Он не подключен, видишь? Вот. Работай. Давай. Шелгунчик! Задний план возьми. Остановись, пусть они идут около тебя. Ты остановись. Стой. Работай. Поближе, чтобы потом разобрать. Саша, он же не работает. Поближе подходи. Работает, да? Поближе. Так интересно, да? Да, очень. Давай. По программе время покажем. Все, хорош. Сейчас. А что я снимаю? Если побольше крупных лиц. Андрей, панораму сделаешь, чтобы потом... Вон, видишь, в сером пальто, это сам, полосатый шарф, коричневая шапочка, вот, пошла. Такой, вот, спиной, вот именно вот так. Вот он на третьем полет, Андрей, смотри. Спасибо, Николай. Откуда он смотрит? Вон тоже. Надо туда, наверное.
Давай поближе подходи, а? Поближе, поближе. Вот эти средние как расстроят, там девушка сидит. Ну, сейчас, я подожди. Женщины все идут. Ал енді Кеше ғана біз комсомолының қатысушыларын білесіз, вузда институт ашылды ғой. Олармен барып ақылдастың ба? Жолдас комсомолының қатысушы. Біз сайладық. Ақылдасайық. Сіз неге осы жауап бермейсіздер? Сонда сұрақ қойдыңыздар ма? Вот, жоқ, комсомолының қатысынан сұрадыңыздар ма? Айналайын, сен секретарь комитет комсомол сайладық саған. Ал сен неге бізге жауап бермейсіңдер? Жауап берер едік. Барар едік, айтар едік. Кім таңдады оны айтыңызшы? Біз ештеңе білмейміз. Үлкен интернационал. Айда сюда. Осы жөн ба? Аға қараңыз, басшыны сіздер сайладыңыздар, орган, партия органы сайладыңыздар. Сіздер айтасыздар, депутатты ғана халық сайлайды деп, ал енді басшыны сіздер сайласаңыздар, халықтың қолдауымен сайлауларыңыз керек қой. Сіз халықтың қолдауысыз халықпен ақылдаспайсыз. Өздеріңіз сайладыңыздар да қой. Партия өзі шешеді. Жоқ, басшы партияға ғана емес қой. Менің қолыма Жоқ, әрбірден кейін партияны ғана басқармайды ғой. Қазақ болу керек болды. Қазақ болу керек басшымыз. Қазақстанда тұрамыз ағайын. Басшы деген әрбірден кейін партияны басқармайды тек қана. Так, разрешите. Ағамызға да қазір оңай тиіп жатқан сол жоқ, кісінің мен алдына сіздерге ұят айтайын. қойылды. Ол кісіге де оңайшылықпен Аға дұрыс бәрі ол кісі мысалы 45 жыл мына партия совет жұмысында басқарған екен өзі. Өзі басқарды ол кісі. Кеше өзінің рұқсатыменен, өзі ол кісі заявление беріп неше раз, сонау съезден бері политбюродан сұрап жүр қазір ол кісі. Бізге рұқсат беріңіз, денсаулығыма байланысты. Осы 12 январ күні ол кісі 75-ке толады, білесіздер ғой. Ол кісінің арқасында мына Қазақстан, осы Алматыдан өздерің көріп отырсыңдар ғой мінекей. Алматыдан көріп отырсыздар. Қалай өскенімізді басқа жерге бармай. Кеше кім қазақ еді? Ағай, бар ғой, Бүгін біз. тұрыңдар. Содан кейін мәселе, егер сіздер жаңа Ленинді секрет етіп жатсыздар, мәселе Лениннің айтқаны бар, мәселе ол қай ұлттың тұрғанында емес. Мәселе үкіметке берілген, партияға берілген адам басқарса бізді, сонда деп түсінемін мен. Егер былай келетін. Қазақтың партияға берген адам жоқ па, өкіметке берілген. Бұл қазақ бірте ерікті сөз ойлады. Шынында алып сөйледі бұл қазақ. Саяси бюроны Где пленки все, ребята? У кого? Так, ты сейчас пойдешь и все пленки заберешь и мне принесешь их. Ты сам соберешь, понимаешь? Обе кассеты мне все. Все. Ладно? Все поймал? Давай. Так, можете взять отдыхать? Нас по два. Спасибо большое. Вот. Спасибо, старик. Все уже, ребята, все прекратили. Можно их отправлять? Ну так вот им скажите, мы сидели, позвонили, немедленно прекращать. Все, как что, начали съемную стену звонить. А ну что, Что там добавляется народу? Они на встречу вытаскивают их. Не, ну кто-нибудь из ответственных работников вышел бы, разъяснил бы все.
Ay.